Мен Дидар Дәулетұлы және тақырып Do and make. Do және make етістігінің басты айырмашылығы do ол іс-әрекеттерге қатысты жалпылай қолданылатын етістік болса, make ол арнайы технология арқылы жүзеге асатын іс-әрекеттерді білдіру үшін қолданылады. Және ол көбінесе produce, create, яғни жасап шығару, өндіру деген мағыналарды білдіреді. Мысалға, What are you doing? I'm making coffee. Сен не істеп жатырсың? Мен кофе дайындап жатырмын. Мұндағы making coffee деген ол produce деген мағынада тұр. Екінші мысалы, He has made a cake. Ол торт дайындады. This book is made in China. Мына кітап Қытайда жасалған. Ал шындығына келгенде, do және make етістіктерінің арасындағы айырмашылық олардың әрқайсысымен жеке-жеке қолданылатын сөздердің болуында. Do етістігімен қатар қолданылатын сөздер. Do an exam немесе do a test. Бұл дегеніміз яғни емтихан тапсыру немесе тест тапсыру. Мысалға, I am doing my driving test next week. Мен жүргізуші куәлігін алуға арналған емтиханымды келесі апта тапсырамын. Келесі do housework, яғни үй шаруасымен айналысу. Мысалға, I hate doing housework, especially cleaning. Мен үй шаруасымен айналысқаны жек көремін, әсіресе тазалауды. Келесі do an exercise, яғни жаттығу жасау. Мысалға, Every morning I go running and I do an exercise. Күнде таңертең мен жүгіремін және жаттығу жасаймын. Келесі do somebody a favor. Ол яғни біреуге жақсылық жасау, көмектесу. Мысалға, Әсел, could you do me a favor? Әсел, сен маған көмектесе аласың ба? Келесі do homework, яғни мектептен үйге беретін тапсырмаларды орындау. Мысалға, our children have to do a lot of homework. Біздің балаларымыз көп үй жұмысын орындауға мәжбүр. Енді кезекте make етістігімен қатар қолданылатын сөздерге назар аударсақ. Make mistake. Ол яғни қателік жасау. Мысалға, sorry, I made a mistake. Кешір, мен қателік жасадым. Келесі make a bed, яғни төсек орынды жинастыру. Мысалға, sometimes I forgot to make my bed in the morning. Кейде мен өз төсек орнымды жинауды ұмытып кетемін. Келесі make an appointment, яғни кездесуді белгілеу. Мысалға, I need to make an appointment to see the doctor. Мен дәрігерге көріну үшін бір уақытты белгілеуім керек. Келесі make a phone call, яғни біреуге телефон шалу. Мысалға, my friend, can you give me your phone? I have to make a phone call to my brother. Досым, сен маған телефонды бере аласың ба? Мен ағама қоңырау шалуым керек еді. Келесі make a list, яғни тізім жасау. Мысалға, next month we are going to have a toy, so we have to make a huge list of people. Келесі айда біздің тойымыз болады. Сол себепті біз өте үлкен адамдардың тізімін жасадық. Келесі make a noise. Ол яғни шулау, шу көтеру. Мысалға, please keep silent, don't make a noise. Өтініш сендерден тыныш отырыңдаршы, шуламаңдаршы. Жалпы make ол көбіне арнайы әдіс арқылы, технология арқылы дайындалатын немесе іске асырылатын іс-әрекеттерге қатысты қолданылады.